Ақтөбе облысы аса қарқынды перспективалы дамып келе жатқан өңір. Облыстың білім саласының мүмкіндігі жоғары, әлеуеті зор. Өңірде 426 мектеп, 577 мектепке дейінгі ұйым, 41 колледж жұмыс жасайды. Мектеп ауылдық жердегі бірден-бір білім беру және мәдениет орталығы, тұрақтылықтың, ауылдың әлеуметтік экономикалық және мәдени дамуының факторы болып табылады. Қала мен ауыл мектептері арасындағы орта білімнің сапасын теңестіру өзекті мәселе. Облыстағы 424 мектептің 281-і ауылдық жерде орналасқан. Ауыл мектептерінде 45 мыңнан астам бала білім алады. Тұрғылықты жеріне қарамастан, сапалы білім алу үшін балаларға тең мүмкіндіктер жасау, қала мен ауыл арасындағы білім сапасының алшақтығын жоюдың ақтөбелік моделі қалыптасқан. Модельдің нақты механизмі шағын жинақты мектептердегі білім сапасын көтеру болып табылады. Облыста шағын жинақты ауыл мектептерінің білім сапасын көтеру, балаларға тең мүмкіндікті қамтамасыз ету мақсатында білім ал өңірлік жобасы іске қосылды. Жобаның басты ерекшелігі мен міндеті қол жетімді сапалы білім, білім сапасындағы алшақтықты қысқарту, цифрлық сауаттылық, педагогтердің ынтымақтастығын қамтамасыз ету. 10 жетекші мектептің 35 үздік ұстазы 120 мектептің оқушыларына сабақ беруде. 2023-2024 оқу жылында облыстың барлық шағын жинақты мектептерінде виртуалды оқыту жүйесін кезең-кезеңмен енгізу жоспарланып отыр. Жобаны сәтті жүзеге асыру арқылы білім сапасын арттыру күтілуде. Ауыл мектебі үздік білім сапасы.